Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрында композитор, педагог және дирижер Петр Чайковскийдің туғанына 185 жыл толуына арналған гала-концерт өтті. Кеште театрдың жетекші солистері, симфониялық оркестр мен хордың сүйемелдеуімен «Пиковая дама», Евгений Онегин, Йоланта, Чородейка операларынан ариялар, дуэттер мен көріністер, Москва қатынасын жауынгер ариозасы және балет шығармаларынан үзінділер орындады. Концертті Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұржан Байбосынов дирижер ретінде басқарды. Іс-шараға Қазақстан халық әртісі Жәмила Баспақова, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Гүлзат Таурабаева, Диана Хамизина мен Олег Татамиров қатысты. Петр Чайковскийдің көзі тірісінде әлемге танымал болып 10 опера, 3 балет, 7 симфония, камералық шіркеу музыкалары мен романстардың автор ретінде музыка тарихында өшпес із қалдырды. 2 мамырда Батыс Қазақстан облысында қазақ киносының 10 күндігі басталды. Іс-шара аясында көрермендерге отандық 14 фильм көрсетілуде. Ұлы жеңістің 80 жылдығына орай Мәншүк Мәметова мен Хиуаз Доспановаға арналған «Қара қыз» фильмі ұсынылды. Бағдарламада тарихи тұлғалар мен ұлттық дәстүрлерді бейнелейтін туындылар бар. Көрсетілімдер облыс орталығы мен ауылдарда өтеді. Бұған дейін 10 күндік Қарағанды, Жамбыл және Солтүстік Қазақстан облыстарында ұйымдастырылған. Халықаралық қызғалдақ мұра фестиваль аясында жамбылдық қолөнершілер 200 метрлік киіз басып Қазақстанның Гиннес рекордтар кітабына енді. Шеберлер қызғалдақтың отаны саналатын Қаратау тауының бөктерінде 3 айлық еңбектерінің нәтижесін таныстырды. Фестивальде Қазақстанның Гиннес рекордтар кітабының сертификаты салтанатты түрде табысталды. Іс-шара қатысушылары оның ішіне шетелдік қонақтарда қолөнершілердің еңбегіне жоғары баға беріп, зор ықыласпен қабылдады. Ісмерлер киіз басудың дәстүрлі ылғалды әдісін қолданып, жергілікті табиғи шикізатты пайдаланған. Айта кетейік, рекордтар кітабына енген қолөнершілердің киізі арнайы шынымен қапталып халықаралық әулеті әуежайына табыс етілмек. Жамбыл облысының Талас ауданында қызғалдақ мұра халықаралық фестивалі өтті. Облыс аумағында қызғалдақтың 18 түрі өседі. Оның 10-ы қызыл кітапқа енген. Бұл жабайы түрлер голландиялық сұрыптардың негізі болған. Фестиваль экотуризмді дамыту, табиғи мұраны сақтау және өңірдің биоалуандылығын насихаттауға бағытталды. Іс-шараға туризм саласының өкілдері қатысып, әлеуетті бағыттарды талқылады. Облыс әкімі Ербол Қарашөкеев фестивальдің экология санын арттырудағы рөлін атап өтті. Мәдени басқарманың Кенен Әзірбаев атындағы филармония ұжымы дайындап, қонақтарға ұлттық өнер тарту етті.